Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін қазақ тілі сабағы 2-ші сынып 6-шы бөлім 1-ші сабақ. Тақырыбы киіз үй. 34-35 беттер. Мұғалім мен Майлыбекова Айнагүл Амантайқызы. Здравствуйте, ребята! Сегодня урок казахского языка, 2 класс, 6 раздел, 1 урок, тема урока юрта. 34-35 страница. Ақпанның 10-ы, тақырыбы киіз үй. 10 февраля, тема урока юрта. Сен диалогты түсініп оқуды, жұмбақ шешуді үйренесің. Сегодня на уроке ты научишься, как читать диалог и отгадать загадки. Сөздік жұмысы. Словарная работа по новой теме. Шаңырақ, шаңырақ, круговое навершие юрты. Кереге, кереге, сборно-раздвижная решетка. Уок, уок, купольная жерди. Киез үй, юрта. Бірінші тапсырма, тыңда, жұмбақтың шешуін тап. Сұраққа жауап бер. Ұқсайтын шеңберге қабырғасы жиылып керіледі, жиһазы мол кең бөлме, төбесінен жұлдыздар көрінеді. Похож на круг. Стенка собирается и строится. Широкая комната, много мебели. Из потолка видны звезды. Что это такое? Ребята, вместе отгадываем. Сұрақ: киіз үйді білесің бе? Вопрос: ты знаешь ли юрту? Айтайық, екінші тапсырма, суретке қара, сұрақтарға жауап бер. Говорение. Вторая тапсырма, смотрите на рисунки и отвечайте на вопросы в устном виде. Оқиық, үшінші тапсырма, оқы. Читаем. Третья тапсырма, читайте. То есть, ребята, здесь диалог бабушки с внучкой Алмой. Балам үйге кір. Дитя мое, зайди в юрту. Қандай әдемі. Какая красивая юрта. Әже, киіз үй туралы айтып беріңізші. Бабушка, расскажите мне о юрте. Жақсы. Қазақ халқы бұрын киіз үйде тұрған. Хорошо. Казахский народ жил в юрте. Киіз үй жазда салқын, қыста жылы болады. Юрта летом прохладно, а зимой тепло. Неге жазда салқын, қыста жылы болады? Почему летом прохладно, а зимой тепло? Себебі сыртын киізбен қаптайды. Потому что юрту снаружи накрывают войлок. Киіз үй ыстық пен суықты өткізбейді. Юрта не пропускает тепло и холода. Әже, киіз үй неден құрылады? Бабушка, с чего строится юрта? Киіз үй шаңырақ, кереге, уық, есіктен құрылады. Юрта состоит из круговой навершия юрты, из
купольные жерди из сборно-раздвижной решеткой и двухстворчатой двери. Шаңырақ дөңгелек екен. Купола юрты круглые. Я алма. Да, алма. Әже, сізге көп рахмет. Бабушка, вам спасибо большое. Үйге берілген тапсырма. 35-ші бет 4-ші тапсырма. Киіз үй неден құрылады? Сызба бойынша дәптерге жаз. Домашнее задание. 35-я страница, 4-я тапсырма. С чего состоит юрта? Пишите в тетради по схеме. Например, киіз үй шаңырақтан құрылады. То есть мы прибавляем к части юрты окончание тан и еще прибавляем глагол құрылады. То есть юрта состоит из куполы юрты. Дальше, ребята, сами таким образом продолжайте составить предложение. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Ребята, сегодняшний урок подошел к концу. Спасибо за внимание. До свидания.